Барлықтарыңызға сәлем, назарда Іңкәр Айболат. Мен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жамбыл ауылы Панфилов атындағы жалпы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы болам. Жалпы бұл байқауларға бала күннен бері қатысам. Әдебиет менің бала күнгі серігім деп айтсам да болады. Жалпы әулетімізде менің атам ақын, және де отбасымда көп адам кітап оқиды. Жалпы қызығушылықтың барлығы кітаптан басталды деп айтсам да болады. Мұқағали, Мұхтар Шаханов сынды ақындардың кітаптарын қызығушылықпен оқу арқылы осындай жарыстарға қатыстым. 7-ші сыныпта ең алғаш Ер едіге батыр жырын жаттау арқылы аудандық деңгейде 2-ші орын алған болатынмын. Осы жарыстан кейін қызығушылығым арта түсіп, басқа да жарыстарға қатысып, жарысқа деген бәсекелестік қабілетімді арттыра түстім деп айтсам да болады. Осы жарыстардың ішінде ең маңыздысы болған Мұқағали оқулары болды. Себебінде Мұқағали Мақатаев менің ең сүйікті ақындарымның бірі. Осы кісінің шығармаларын жаттау арқылы Қарасазға барсам деген арманым болған болатын. Сол арманыма жеттім деп ойлаймын. 7-ші сынып оқып жүрген кезімде әдебиеттен беретін апайым Гүлжан Қайсарқызы осы Мұқағали Мақатаевтың оқулары бар, қатысасың ба деп ұсыныс тастаған болатын. Осы Мұқағалиды енді сүйікті ақын деп айта кеттім ғой. Соның шығармаларын жаттау бағытына, яғни айтып өткен ақында арман бар ма бағыты бойынша қатысып, Мұқағалидың 30 өлеңін жаттап, аудандық деңгейде 3-ші орынды иеленген болатынмын. Одан кейін 8-ші сыныпта үзіліс алып алып, 9-ші сыныпта Мұқағали Мақатаевтың жыр эстафетасы бағыты бойынша 3 поэманы жаттау бағытына қатыстым. Жалпы поэманы 6 айдың ішінде толық жаттап шықтым деп айтсам да болады. Аудандық деңгейден 1-ші орын алып, облыстық деңгейден 2-ші орын алып қайтқан болатынмын. Облыстық деңгейде 2-ші орын алып қайтқан кезде Бизат дейтін бала менен кішкене басымырақ болды да, Бизатты республикаға өткізген болатын. Сол жерде қап әттеген ай деп ішімде бір ыза болып қалды. Келесі жылы қайта келіп 1-ші орынды аламын деп өзіме мақсат қойдым. Сол мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Қарасаз, шынымды айтсам, Мұқағали Мақатаев жырлағаннан да өте әдемі. Енді біз даланың адамымыз ғой, ал тауды көрдік. Ең алдымен тау басқаша бір адамға энергия береді. Ол жерде тіпті ұялы телефонның да керегі болған жоқ бізге. Көптеген адамдармен таныстық, көптеген достармен таныстық, жаңа бір деңгейге көтерілгенімізге өте қатты қуандық деп айтсам да болады. Шынымды айтатын болсам, осы республикалық жарыс біріншіден бізді шыңдады, және де құлап кері тұруды үйретті десем де болады. Жарыс негізінде 4 турдан тұрды. Соның ішінде мен 3-ші тур жыр эстафетасына қатыстым. 3 поэманы жаттадық. Жалпы ең қиын болғаны ол әрбір әріпке, үтір нүктесіне қарап отырды. Әділқазы алқалары енді мынандай нәрсе ғой, әр баспада әртүрлі жазылған поэмалар. Сондықтан ол кісілер бір кітаппен қарағаннан кейін кейбір қатысушыларға обал жасады деп айтсам да болады. Себебі бір баспалда мысалы қанатынан үзіліп ән самал деп жазылса, кейбір баспаларда қанатынан үзіліп тау самал деп жазылған. Сол жерден кішкене оқушыға обал жасағаны бар. Жалпы Қарасаздың адамдары Мұқағали Мақатаевқа ерекше бір сүйіспеншілікпен қарайды. Мұқағали Мақатаевты пір тұтады деп айтсам артық емес. Және де сол Қарасаз ауылынан қатысып отырған балаларға ерекше қолдау білдіріп, керемет етіп, жарайсыңдар, сендер осындай жетістікке жетіп жатқандарың біздің ауылымыздың мерейін асырып жатыр деген сынды қолдауларын айтып, көпшілік қолдауға келген болатын. Және де бас жүлде алды Қарасаздық оқушылар. Бәлкім кейде ойлаймын, Қарасаздың оқушылардың бас жүлде алғаны залдың да қошеметінің арқасында шығар деп. Жалпы көп кітап оқимын. Хоббиім кітап деп айтсам болады. Кітапсыз өмір сүре алмаймын, бір сөзбен айтқан кезде. Кітап оқу ол менің хоббиім. Менің сүйікті жазушыларым Мұхтар Мағауин мен Шерхан Мұртаза. Осы екі автордың Көк мұнар, Шахан шері, Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша деген кітаптарын сүйіп оқимын. Жалпы басты кейіпкерлеріне келетін болсақ, Шахан шерідегі Шахан образы маған ерекше әсер еткен болатын. Сол образ арқылы батылдықты, қайтадан құласаң қайта тұруды үйрендім. Ал Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша кітабында Айша образ арқылы нәзік жүректің үлкен батыл әрекеттер жасай алатын білдім деп айтсам да болады. Осы екі шығарма маған өте қатты әсер етті. Ал қазіргі таңда қазақ детектив жанрына ерекше көңіл бөліп жүрмін. Соның ішінде Кемел Тоқаевтың Түнде атылған оқ шығармасын айтап өтсем деп едім. Осы кітаптың ішінде маған Талғат Майлыбаевтың образы өте қатты ұнады. Себебі тың деректерді керемет жеткізген, қазақта осындай бір криминалистік оқиғалардың бар екенін осы Талғат Майлыбаевтың арқасында білдік деп айтсам да болады. Жалпы осы уақытқа дейін болашақ мамандығымды заңгер деп жүрген болатынмын. Дегенмен Қарасаздан
келгеннен кейін атам қызым неге филолог болмайсың деп ұсыныс тастаған болатын. Осы ойдың төңірегінде көп ойланып, ата-анаммен және де психолог, профорантолог мамандармен сөйлесіп, жағдайды түсіндіргеннен кейін, осы өзіме жаныма жақын әдебиеттен алыстай алмайтынды түсінгеннен кейін, осы саналы түрде өзімнің қызығушылықтарым мен қабілетімді аша түсейін деген ниетте саналы түрде филология мамандығына тоқталып отырмын. Жалпы экоарт сайысында мен идеядан іске асыру жобасына қатысқан болатынмын. Бұл жобаға мен екі идеямды ұсындым. Қызыл кітаптағы жануарларды қорғау және де қалдықтан, әдемі материалдан материал жасау несін ұсындым. Мен басына айтайыншы, ойым жинақтап. Иә. Жалпы эко-арт жобасында мен идеядан іске асыру бағыты бойынша қатысқан болатынмын. Осы жобада мен екі идеямды ұсындым. Қызыл кітаптағы жануарларды қорғау, одан кейін қоқыстан әдемі материал жасауды ұсындым. Осы екі жобаны ұсыну арқылы облыстық деңгейден екінші орын алған болатынмын. Жалпы жоба өте тартысты өтті десем де болады. Сол жоба себебі көптеген идеяларды ұсынып, Қазақстанның байлығын әрмен қарай жалғастыруды, одан кейін Қазақстанды көркейтуді ұсынған идеяларды көріп таңырқай қарадым деп айтсам болады. Құрметті жас өрен, алдағы бөлім жолыңға үлкен сәттілік тілеймін. Сен ниетін ақбозат біреудің тақымында кетпесін. Тек еңбектену арқылы үлкен жетістіктерге жетуге болады.